бұл лицей-интернатта 2012 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырмын. Бізде 2016 жылдан бастап әбіштану курсының авторлық бағдарламасын жасақтап, сонымен қатар дара театр курсының бағдарламасын жасап келе жатырмын. Ұстаздық мамандықты таңдауыма әсер еткен дүние, қарапайым теміржолшының отбасында 10 баланың бірі болып дүниеге келіп, әкемнің ескі сөздерге жетіктігі, анамның сөзге шеберлігі, менің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуыма үлкен әсер етті деп есептеймін біріншіден. Екіншіден, өзіме сабақ берген ұстаздарымның әсері деп есептеймін. Байқауларға, олимпиадаларға дайындай жүріп, өзімде жан-жақты жетіліп, республикалық идеялар фестивалінде бірінші орын иелендім. Өміріңнің барлығын беріліп, өзіңнің алдыңдағы шәкіртіңе арнайтындығымен қасиетті, қастерлі мамандық деп есептеймін. Қазақ әдебиетінің абызы Әбіш Кекілбаевтың әдемі бір сөзі бар. Кешеге жетпегенге бүгін жетемін, бүгінгі жетпегенге ертең жете аламын деген үміт пен сенім ғана қоғамды да, адамды да ілгері жетелейді дейді.